Барша зейнетақы алушылары тезірек көріңіздер, хабардар болыңыздар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақстанда болып жатырған ең соңғы ресми жаңалықтарды алақшарын қатарында біліп отырыңыз келе ме? Ендеше арнамызға жазылып, осы видеомызға лайк басып етіңіз. Елімізде әйелдердің зейнет жасы төмендей ме? Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова 2024 жылдың 26 маусымда Қазақстанда әйелдердің зейнеткерлік жасын 55 жасқа дейін төмендету туралы петицияға пікір білдірді. Тамара Дүйсенова заңнамада әйелдер үшін зейнетке шығу жасы көзделгенін атап өтті. Әйелдер үшін зейнетке шығу 61 жастан басталады. Егер мұндай петиция түссе, әрине белгіленген тәртіппен қарастырмасақ, бірақ бүгінде бір зейнеткердің басым бөлігін мемлекеттен емес, өзіміздің қалыптастырған зейнетақы активтерімізден алатынымыз ескерту қажет. Сондықтан егер біз 55-е шығатын болсақ, зейнетақы мөлшері де азаятынын түсінуіміз керек. Бұл ретте ол заңнамада зейнетақы ерте шығуды көздейтін нормалар бар екенін атап өтті. Зейнетақы жинақтарына байланысты 53 немесе 55 жаста зейнетке шығуға болады. Видеомыз кеңінен таралып, барша зейнетақы алушылар хабардар болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Басқа да жаңалықтарды біліңіз келсе, арнамызда бақылауды жалғастырыңыз.